тарелкаң бөлек, ою пиалайың бөлек, шай ішкен кезде, барған кезде шайды бөлек пиалайын ал сок ішетін болсаң стаканмен бөлек отырамыз ғой. Стаканға да шайды, суды құйып, соның өзін бір мәртебе есептейміз. Жәннаттың әр қайсы ыдысы бөлек болады. Онда құлағы бар ыдысы бар, құлағы жоқ ыдысы бар, биік ыдыс бар, төмен ыдыс бар, дайын тұрған ыдыс бар, құйылған ыдыс бар, әкелінетін ыдыс бар. Сондай ыдыстар болады. Сол жаңағы қойылған ыдыстар болады. Қалаған уақытында сусын ішесің. Уанамариқу масфуфа, және ол жерде жастықтар болады, сүйеніп, төсеніп, жастанып жататын. Сондай сап-сап, қатар-қатар қойылып қойған. Керемет, көзің сондай тоймайтын, оның бояуы, біз мына яқтан бір білетін шығармыз, 24 па 36 бір бояудың түсі, қызыл, жасыл, көк, фиолетовый, стальной деп айтатын шығармыз. Janнатта миллиондаған түстер болады, біз білмейтін. Сол болмайтын бір қызыл түске, жасыл түске алданып жүрміз. Ал ол жақта сондай түстер бар, сондай түстегі жастықтар қатар-қатар қойылған, сүйеніп отырады, үлкен төсеніш, ол биік жанатын көтерінеді, жастыққа қалағанша сүйеніп отырасың, міне сонда шіренсең болады да рахаттан. Сояқта шіренсе болады. Вазарабию мабсуса. Зарабию деген араб тілінде бусут дейді, төсеніштер, кілем сияқты ұқсаған төсеніштер болады. Жан-жаққа төселіп тастаған. Өзің аймағың бар. Досың келді ма, балашағың бола ма, әке-шешең бола ма, барып ана төсенішке барып отырғың келе ма, ана талдың астында, жүзім талының астында отырғың келе ма, алма талының астында, анар талының астында отырғың келе ма, әр төсеніштер жайылып жарып төсесең, өте көп төсеніштер болады. Қалағана барып отырып, сондай керемет жұмсақ болған төсеніштерде отырады дейді. Бұл кімдердің сипаты? Жәннатқа кіретіндер. Бұл Ғашия сүресі Меккелік сүре, Меккедегі аяттардың көбісі дозақ, жәннат туралы, таухид туралы өте жиі айтады. Біздің Қазақстанның жағдайы қазір кезде дінге енді бет бұрып жатқаннан кейін осы көбінесе Меккелік сүрелерге дозақ, жәннат, таухид туралы нәрселерге өте көп көңіл бұрыңыздар. Жүректегі нәрсе дұрысталса, тірліктің бәрі дұрысталады. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед хадисте айтқан, иә? Ала инна фил жасадилла мудғатан. Біліңдер, денеде бір кесегет бар. Иза солахат, егер сол кесегет дұрысталса, солахат жасаду күллуху, дененің бәрі дұрысталады дейді. Тілің дұрысталады. Ісің дұрысталады, баратын жерің, стайтын тамағың, шетінің, көретін бәрі дұрысталады. Ваида фасадат, бұзылса, фасадат, жасады күлі дененің бәрі бұзылады. Әла уахиела қалб, біліндер ол жүрек дейді. Мына жүрекке дозақ, жәннат, таухид, ақырет, Аллахқа деген махаббат, пайғамбарға деген махаббат, мұсылман бауырыңа деген махаббатқа толтырып тастаңыздар, иншалла Аллах Тағала о дүниеде жемісін көруді нәсіп етсін соның. Бірінші Аллах Тағала қияметтің күнінің хабарын айтып кетті да, ертең сондай бір амалы бекер кетіп, дозаққа түсетін жағдайын айтты, жәннатқа түсетін жағдайын айтты. Енді Аллах Тағала біздерді сол жәннатқа кіретін жағдайлардың қатарына қосын, дозаққа түскендердің қатарынан болдырмасын. Өзі бұл дүниеде екі ақ топ бар. Не сен Аллахтың тобындасың, не шайтанның тобындасың. Үшінші деген топ жоқ. Мүмкін жиналыста болатын шығар. Я воздержался деп жаңағы. Дауыс бермей отыратын. Мен оған да бұған да қосылмаймын деп. Бұл дүниеде мен Құранға қарсылығым жоқ. Мен мұсылмандарды жеп көрмеймін. Мұсылмандар жақсы адамдар. Мұхаммед пайғамбар күшті болған. Бірақ мен мұсылман емеспін десең, сен бәрі жәннатқа кірмейсің. 1000 жерден мақтасың, мұсылман болмайса саған жәннат жоқ. Ислам тұрды маған сен алтынның айт. Ең керемет сөздеріңді жұпта. Сен өзің мұсылман болмайынша, сөзің саған көмектеспейді. Сөзің саған көмектеспейді. Сол үшін біз өзіміздің иман дегеніміз жаңа ғалымдар түсіндіргендей, ол жүрекпен растау, тілмен айту, іспен дәлелдеу. Іспен дәлелдеу болып табылады екен. Аллах Тағала сондай кәміл жүректі иман берсін. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзінің жасайтын дұғасы бар екен. Сол дұғасын айтқан Аллахума заййин дейді құлубана бил иман. Аллах та біздің жүрегімізді иманмен зейнетте деп айтатын маған кені. Және де Аллахтан осы тура жолды әрқашанда сұрап отырған екен. Сондықтан жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңа дұғасын айтып маған ва каррих илайнал куфра вал фусуқа вал айсиян. Аллах бізге дейді сондай пасықты, күнәні, осы күфірлікті жеп көруді нәсіп ет деп сұрайды екен. Иманды жақсы көруді нәсіп ет деп сұрайды екен. Сондықтан Аллах та бізге иманды жақсы көрсетіп, иманды күшейтін істерді жақсы көрсетіп, күнәні жеп көрсетіп, сол жаңағы иманды асыратын істерден алыс болуымызды Аллах баршамызға нәсіп етсін. Бұл енді жаңағы қияметтің күніменен дозаққа түсетін хабармен жәннатқа кіретін сипаттағаннан кейін аяттың соңына қарай Аллах Тағала енді ойлануға байланысты аяттарды айта бастайды. Бұл аяттың енді бұл сүренің үшінші бір өзінше бөлімі сияқты. Аллах айтады Құранда.
Афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат. Олар түйеге қарамай ма, қалай жаратылған дейді. Біз қазір Құдайдың табиғатына, Құдайдың жаратылысына қарап, ғибраттану деген құлшылықты жоғалтып алдық. Мұсылманның сондай бір және құлшылығы бар. Және сондай бір құлшылығы бар. Ол Құран аятында да мұсылманды сипаттағанда «Аллазина ятафаккаруна фи халқис самауати вал ард». Мұсылмандар аспандар мен жердің жаратылысы туралы пікір жүргізеді, ойланады дейді. Шен төбемізге қарап, біреу-біреуді қорқытқан кезде, ей бала, шаңыраққа қараса іштеп қояды ғой бір. Қарасында, бір шаңырағында бар екен, бір люстрасы бар екен де қымбат. $1000, ой, мынау крутой екен, абайлайын деген сияқты отырасың да. Аспанға қарасын, қандай жұлдыз тұр. Кім жаратты оның бәрін? Мына аспанды кім қойды? Сон жан-жаққа қарау, мұсылманның бойында сипат бар. Аллах сөз Құран аятында, олар түйеге қарамай ма, қалай жаратылған дейді. Бұл аяттың, енді осы аяттың айтылуында бір себеп бар дейді. Осы аят түскен кезде, білесіздер, мұсылман адам Аллахтан хабар жетсе, Құраннан жетсе болды. Оның мұсылманның тіршілігі «Сами'на ва атa'на», естідім, бойұсындым дейді болды. Ал енді мұсылман емес, жүрегінде қыңырлық бар, енді дұрыс қой, бірақтан сонда Құдай былай дейді, ол қалай сонда ол? Деп бастайды да. Меккеде жүрсе қажылыққа бір ағаларымыз кепті. Енді жақсы ағаларымыз болады, бірақ кей кезде арасында болады бір қыңыр біреулер. Өзі әуре болып умра жасап жүр. Кейін бәрін жасап. Одан кейін қажылығын жасады. Бәрін істеді. Бірақта уағыз болды. Отырды. Сосын бірақта бір сұрағым бар еді, балам, біраз әңгіме айттың ғой, сен кішкене бірдеңе білетін сияқтысың. Мен саған енді мен қандай өзі математик па, физик па, сондай кісі екен. Бір сұрағым бар. Сенен бір ренжіме менің сұрағыма. Бірақтан енді бұл сұрақ заңды түрде туындап тұр өзінен өзі, аузымыздан шығып тұр. Құдайға қарсы келейін дегенім емес, бірақ енді сол сұрақ маған жауап керек болып тұр дейді. Я, айтыңыз сұрағыңыз дедім. Мен білмеймін ғой не сұрақ қойып жатқан. Сол айтады, балам, сен енді мектепте оқыған шығарсың. Я мектепте оқыдық, университетте оқыдық деп жатырмын. Жақсы. Ондай болатын болса, физика жайында хабар. Енді оқыдық, физиканы білеміз. Енді физикада бойынша білетін шығарсың, мынау күннің ыстығын ақ түсті заттар шағады. Қара түсті зат тартады. Сосын күннің астында жатқан қара түсті зат қатты ыстық болады да, ақ зат қатты ыстық болмайды. Сен оны білесің? Білемін оны ағадан. Оны өткенбізден. Енді соны білетін болсаң деді, бұл физиканың заңы. Ақ түсті зат ыстықты қатты тартпайды, қара түсті зат ыстықты қатты тартады деді. Бұл енді сен де түсініп тұрсың, мен де түсініп тұрмын балам деді. Иә, енді сұрақ қана айтсам, енді дейді, Аллах та сол күн жаратқан Аллах қой, соның бәрін біліп тұр дейді. Сөйтіп Аллахтың бір тіршілігінде бір әділетсіздік көріп тұрмын дейді. Астағфиралла, қандай әділетсіз дейді. Аллах күн ыстық жерге қап-қара негрлерді жіберіп қойыпты, күн салқын жерге біздерді аппақтарды жіберіп қойып дейді. Дұрыс емес қой дейді. Физиканың заңына сәйкес келмейді ғой дейді осы дейді. Сен білген физиканы, мен білген физиканы Құдай қалай білмей қалды дейді. Бұл не қыңырлық, қырсықтық, бұл сөз жеткілікті адамға дозаққа түсуге. Сенің қажылығың, өмірің бәрі кетті. Сол үшін дозаққа түскен адамдарға Аллах Тағала Құранда не айтқан? وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. Міне сендердің осы ойларың, Раббыларың туралы ойлаған. Әрдәкүм құртты сендерді, فَأَسْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Қасіретке содан ұшырайсыңдар дейді зиянға. Әрбір Аллах Тағала жаман ой зиянға ұшырады. Сосын айттым, аға дедім, сіз де физиканы біледі екенсіз, мен де физиканы білемін. Мен сізге физиканың тілімен емес, қазақтың тілімен жауап бере салсам бола ма дедім. Қазақ оған не деп жауап берейін деп жатыр екен. Қазақ айтыпты, қарадан қан шыққанша сарыдан жан шығып кетеді деген екен. Қаралар шыдамды болған екен, осыға жіберіп қойған Құдай Тағала деді. Біз жүрсек, біздің жанымыз шығып кететін жағалар. Сондай мақал бар дедім. Ой, сен де бір деген айтасың деп бәрі күлді кетті. Сол үшін Аллахтың жаратылысында ешқандай әділетсіздік жоқ. Әрқашанда қарауымыз керек. Кең тараған бәріміз білетін қиссада білеміз, е? Бір кісі жаңғақты жақсы көреді екен. Жаңғақты көп жейді екен. Жаңғақ талнасына жатып, енді жаңғақ тойып жеусін бірнешеуін шағу керек қой. Біреусін шағады, жейді, екеусін шағады, жейді, сөйтіп талға қарап отырады да, Аллах Тағала, бәрі жақсы ғой, бәрі дұрыс қой дейді. Бірақ сәл бір тағда деп Аллахқа ақыл айтқысы келіп отыр да, бейшараныш. Әлем нахлуккум мимма иммахин дейді. Алла айтады, сендер болмашы бір ұрық судан жаратқан дейді. Аллах Тағала бізді қайырден түсірді, біз ауыздан түскен жоқпыз ғой шешеміздің аузынан. Бұрында кішкентай кезге балалардың бәрі балалар бүкіл нәрсені біледі ғой, кішкентай балалар.
Біз кішкентай кезде біз онша білмейді екенбіз көп нәрсені. Осы мен қаяқтан келдім деп мамадан сұрайтынбыз. Сөйтсем балам айтатын ғой. Айналайын баладан, тауып алдым даладан, далада бала жатама түсіп қапты шанадан деп. Соны біз кетеміз, 2 жастамыз ойланып, қандай шанадан түстім екен? Қазір үйтіп айтып көрші, қой дейді де қазір. Шананың бәрін білеміз ғой дейді. Сол жаңағы жаңғақ жеп отырады да, бәрі дұрыс қойды да, бірақ дейді, жаңғақ сондай тәтті дейді. Бірақ жаңғақты кішкентай қойыпсың, үлкен қылып жасамадың ба дейді. Дарбыз сияқты болғанда ғой дейді. Ой, қайта-қайта термей, біреуін шарт деп шағып, тойып, рахаттанып жейтінек. Сол үшін және бұл жаңғақты кішкентай оны мұны талдың басына қиындатып жіберіп қойыпсың. Деу-деу қылып керек еді. Ана дарбызды дай қылып деу қылып жаратпадың ба дейді. Деу-деу қылып дейді. Сөйткен кезде талдың басынан бір жаңғақ үзіліп басына топ ет түсті. Түсіндім Аллах депті да. Қандай жақсы болды жаңғақтың кішкентай болғанда, мына жаңғақ дарбыздай болғанда осы жерде өледі екен ғой деген екен. Біткен екенбіз, шаруам осы жерде бітті деген екен дейді. Сол үшін Аллахтың жаратылысы хикметке толы. Сол үшін Аллахтың жаратылысына қарасаң, міндетті түрде дұрыс көзқарасымызда иманың көтеріледі. Адамның иманын көтеретін 2 нәрсе бар. Біреусінің ғалымдар әл-мәтулу дейді, оқылатын нәрсе, Құранның аяты. Екінші әл-манзур, қарайтын нәрсе, бұл Құдайдың жаратылысы. Аллах айтып жатыр, түйеге қарамай ма дейді. Неге түйе келді? Сонда бұл түйенің айтылған себебі бірнеше себебі бар. Арабтарда түйе бірінші көп бақты. Екінші себебі аяттың жоғарысында не деп айтылды? Аллах тағала фиха сурурум марфуа, жәннатта төсеніштер бар, биік, үстіне отырасында жәннаты көтеріліп, Құдайдың саған берген нәрсесін көресің деп айтты. Сонда жаңа кәфірлер айтты, пайғамбар деді. Қалай мінеміз оған деді. Биік аспанда тұрған төсекке қалай мінеміз о біз деді. Қалай мінеміз оған деді. Сонда Аллах айтты дейді. Афала янзуруна илал ибли кайфа хулиқат. Жәннат ұлы зат. Мына деген әшін төменгі зат, дүниенің өзінде үлкен түйе бар, саған мінгізбейді, бірақтан сен үшін шөк десең шөгетті, мінесің ғой. Түйені саған бағындырып қойған, Құдай тағалаға төсекті саған түсіруге қиын болып қаппа деген екен да. Қиын емес Аллах тағалаға ешқандай нәрсе. Ешқандай қиын емес. Бұл бір себеп сол. Екіншіден, арабтардың ең жиі көрген түйесі, малы осы түйе болады. Түйе деген сондай мал. Бір кісі Абдулла ибн Масудқа келіп айтты. Аллах Құранда осы аятта афала янзуруна илал ибли кайфа хулиқат, түйеге қарамай ма қалай жаратқан түйені айтты. Түйеден де таңғалып жарасы бар ғой. Піл мысалға аксару уджубатан дейді. Таңғалуға қатты піл ғой дейді. Піл түйеден де деу ғой дейді. Неге пілді айтпады дейді. Сонда Абдулла ибн Масуд айтты, біріншіден пілің депті, арабтар үшін алыс мал депті да, анда-санда көрмесе жиі көре алмайды депті. Екінші пілің депті да, бар болған депті, деу шошқа ғой депті да, бар болған. Еті желінбейді дейді. Деу шошқа дейді ол бар болған. Ал түйені сауасың, мінесің, оның сүтін ішесің, және сені тыңдайды дейді. Бүкіл жыл соның бәрі тұр, жүнін байып киесің дейді. Сол жаңағы сен тыңдап қойған, соның пайдасы көп, Аллах соны бір саған білсін деп айтқан дейді. Келесі аятында Аллах айтады: "Ва илас самаи кайфа руфиат", аспанға қарамай ма қалай көтерілген дейді. Субханалла, аспан шегі жоқ та. Зерттеп жатырмыз, қандай құдірет, қандай жұлдыз, қандай бір нәрсе, қандай құбылыстар болып жатыр. Бейшара бір адамдар футбол чемпионат мира болайын деп жатыр, футболдан отырады, үйде кіріп алады да, телевизорда көреді, қарап отырады да, бірақ та доп ары кетеді, 11 адам бер жүгірді, 11 адам ары жүгірді. Анау деген түсіндіретін адам деген ойбай кетті, анау деген теуіп алды, аяғына доп жабысып қалған сияқты, қандай керемет айтып, бірақ та тепті, келді, десяткаға кіріп кетіп еді. Бүкіл стадион адамдар деп тұрып, беттері боялған, кеткен. Сол күйінде тақиялы періште десе біреу жаңағы арақ ішіп беретін мына Амина апамыз сияқты. Не істеп жатқанын білмей. Мына жақта дикторшы тура бір әйелі егіз бала тапқан сияқты, "О, молодец, Зидан" деп қояды да. Жорға дегенде бір десяткаға кірген допқа болады. Субханалла, доптан қанша есе ауыр, миллиардтаған жұлдыз аспанда күлге десяткаға кіріп жатқан кезде, Субханаллахты бір рет айтуға жарамай жүр ғой сол соқырлар. Мән кана фи хадихи а'ма, кім бұл дүниеде соқыр болатын болса, Құдайдың құдіретін танудан, фахуа фил ахирати а'ма, ертең ол дүниеде ол соқыр болады, Құдайдың дидарын көруден, жәннаттағы нығметтерді көзге көрсе қуаныш беретін нәрсені көргенде соқыр болады. Ва адаллу сабила, адасқан бишарасы болады дейді. Аллах Тағала сол иманы көтеру үшін түйеге қарамай ма қалай жаратылған, аспанға қарамай ма қалай көтерілген,